Мен Молдашева Алмагүл Сапарқызы. Қазіргі таңда жолдасымыз екеуміз 4 қызды, 1 ұлды тәрбиелеп отқан көп балалы отбасымыз. Шеше көрген томпішер, әке көрген оқ жанар демекші, өзімнің осындай қол өнермен айналысатын өнерім бар. Қыздарым туыла келе, олардың басында тағатын абадок резинкасын осылай өзім жасай беріп, ақырында өзімде қызығып, қыздарым өсе келе, қыздарым да қызығып, қазіргі таңда осындай бантик абадоктарды, жақындап тұрсаң да болады, бантик абадоктарды біз жасап дүкендерге, базарларға қойып жүрміз. Бұндай қолөнер қазіргі таңда ұмытылып баратыр. Соны көшеде ойнап, құр бекерге жүрген қыздарға, балдарға осындай нәрселерді үйрету, осындай нәрселермен айналыстыру керек деп ойлаймын. Өйткені тәрбие отбасынан басталады демекші, үйде бала не көрсе, соны ертең өскенде соны істейді мысалы. Құр бекерге далада жүрмей, телефон шықмай, осындай Кәусар қызым мысалы, мынандай абадоктар жасайды. Айзере қызым өзінің басында тұрған бантиктерді жасайды. Осының бәрі үйдегі көрсетіп отқан өнегенің несі арқасы деп ойлаймын. Осындаймен айналысатын балалар ертең жақсы бала, жақсы қыз болып өсетініне сенемін. Отбасым менің байлығым, отбасым менің шаттығым. Отбасым барда әрқашан үзілмейді менің үмітім. Бақытты отбасың ертеңімнің тірегі, бақытты қызымыз ата-ана тілегі. Бақытты отбасы тәрбие